Теңсіздіктерді шешудің интервалдар әдісі. Ол үшін мынандай интервалдарды қарастырайық. X-3 көбейтілген x плюс 4 бұл екінші дәрежелі теңсіздік. Сол жағындағы өрнек теңсіздіктің екі көбейткішке жіктелген. Осы көбейткіштердің әрбіреуін нөлге айландыратын айнымалының мәндерін табам. Ол 3 және -4. Осы сандар сан түзуін не белгілесем, онда сан түзуін 3 аралыққа бөледі. Міне осы аралықты интервалдар деп атаймыз. Енді теңсіздіктің шешімін табу үшін әрбір аралықтағы теңсіздіктің сол жағындағы өрнектің таңбасын анықтаймыз. Мысалы 3-тен үлкен кез келген санды алып, x-тің орнына қойсам, мына өрнектің таңбасы 10 болып шығады. Ендеше 3-тен үлкен аралықта бұл өрнектің таңбасы 10. Егер көбейткіштердің дәрежелері бірден үлкен болмаса, немесе жұп болмаса, онда мына аралықтағы таңбалар алма-кезек келіп отырады. Яғни біреуін анықтағаннан кейін келесісін алма-кезек қоюға болады. Сонымен біздің аралықта плюс, минус, плюс болды. Енді теңсіздігімізге қараймыз. Теңсіздігіміз 0-ден үлкен. Яғни ол оң сан деген сөз, оң сан плюс таңбалы аралықты біледі. Ендеше біздің теңсіздіктің жауабы минус шексіздікте -4-тің арасы және 3-тен плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны теңсіздіктің шешімі болады екен. Екінші мысалымыз x квадрат минус 7x плюс 6 кішіне тең 0. Теңсіздіктің сол жағында квадрат 3 мүшені көбейткішке жіктесек, x минус 1, x минус 6 кішіне тең 0 болады. Осыларды нөлге айландыратын сандарды тапсақ, ол 1 мен 6, сонда 3 аралыққа бөлінді. Әрбір аралықтағы көбейткіштердің өрнектің таңбасын анықтасақ, плюс, минус, плюс. Теңсіздігімізге қараймыз, 0-ден кішіне тең деген қатаң емес теңсіздік. Онда бұл минус таңбасы жатқан аралық бізге жауап болады. Ендеше жауабын жазатын болсақ, 1 мен 6-ны қосылғандағы 1 мен 6-ның арасындағы сандар жиыны болып табылады. Үшінші мысалымыз, рационал өрнек түрінде берсе теңсіздік, яғни x плюс 3 бөлінген x минус 5 кіші 0-ден. Егер кез келген екі өрнектің бөлінісі болса, оны көбейтіндісімен алмастырып жазуға болады теңсіздікте. Себебі бөлгенде қандай таңба шықса, көбейткенде де сондай таңба болады. Яғни бөлгенде теріс таңба, ендеше олардың көбейтіндісі де теріс деп. Енді интервалдар әдісі бойынша жаңағындай -3, 5, 0-дің нүктелері аралықтарға бөлінеді. Яғни теңсіздікті қанағаттандыратын аралық -3 пен 5-тің арасындағы сандар жиыны болады. Келесі тағы да бір рационал бөлшекпен берілген теңсіздікті қарастырсақ, x плюс 3 бөлімде x квадрат көбейтілген x минус 4. Жаңа ереже бойынша көбейткішке жіктеп жазатын болсақ, 3 көбейткішке жіктеліп жазылады. Әрбіреуін нөлге айландыратын -3, 0, 4 сандары. Енді өшірді 3 көбейткіштің ортасындағы x-тің екінші дәрежесі тұрғандықтан, осы екінші дәрежелі мүшені нөлге айландырып тұрған санның екі жағында оның таңбалары әрқашанда бірдей болып отырады. Сондықтан 4-тен үлкен аралықта өрнектің таңбасы 10 болғандықтан 10, мына жерде x-тің квадраты тұр, сондықтан 0-дің екі жағында бірдей таңбалы болады дағы, -3-тен кіші аралықта 10 таңбалы болады. Бізде теңсіздік 0-ден үлкен болғандықтан плюс аралықтарды аламыз, сонда жауабымыз минус шексіздіктен -3-ті қосылғанда аралық және 4-ті қосылғанда плюс шексіздікке дейінгі сандар жиыны болып табылады.